Жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғаларының алдын алу бойынша бақылауды күшейту мақсатында Ішкі істер министрлігі автомобиль жолдары комитетімен және Қазавтожолмен бірлесіп, белгіленген жылдамдық режимін асырған автокөліктерді тіркеу үшін қала сыртындағы жолдарда камераларды пайдалану жөніндегі жүйені іске асырды. 33 Зерек-2 бағдарламалық аппараттық кешені әкімшілік өндірістің бірыңғай тізілімі жүйесімен интеграцияланған. Яғни, нұсқамаларды құқық бұзушыларға жіберу автоматты режимде жүзеге асырылатын болады. Бүгінгі таңда Зерек-2, Шымкент-Қызылорда, Шымкент-Өзбекстан шекарасы, Шымкент-Тараз, Тараз-Қайнар, Қонаев-Талдықорған және Астана-Павлодар автожолдарында жұмыс атқаруға дайын. Осындай бағдарламалық кешен Көкшетау-Астана тасжолында бұрын іске қосылған болатын және жолдағы құқық бұзушыларды тіркеуде жақсы нәтижелер көрсетуде. Ағымдағы жылдың 7 айында еліміздің жолдарында 7 мыңға жуық жол-көлік оқиғасы тіркелді. Онда 1200-ден астам адам қаза тауып,